Қайырлы күн, өрнектің мәнін тап дейді. Бұл жерде бізде ортақ бөлім беріліп тұр. Ортақ бөлім дегеніміз бөлімдегі сандар бірдей болу керек. Бізде бірдей болып тұрғандықтан ортақ бөлім беріліп тұр. Бөлімдегі сандар бірдей болғандықтан мен өзін ғана жазамын. Ортада қосу амалы болғандықтан бірге 4-ті қосамын. Бірге 4-ті қосып жіберем, себебі ортада қосу амалы тұр. Сонда 5. Яғни біз бұны ойша шығара аламыз. Бөлім бірдей болғандықтан 16 сақталады. 5-ке 1-ді қоссақ бізде 6. Бұл жерде 16-дан 6 қысқарылады. Қысқарылады деген сөз алымында, яғни үстінде, сызықшаның үстіндегі сан, бөлімінде бірдей санға бөле аламыз деген сөз. Біз мұнда 2-ге бөле аламыз. Екеуі де жұп сан өткені. 16-ны 2-ге бөлсек 8, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Сонда жауабы 16-дан 6, 8-ден 3. Екеуі де қате жауап емес, екеуі де тең шамалас жауаптар. Келесі, азайту болғанда қалай? Азайту болғанда дәл қосу сияқты, бірақ азайтамыз. Бөлімдері бірдей болып тұрғандықтан 8 жазылады. 7-ден 3-ті азайтамыз, онда 4. Екеуі де жұп сан, яғни 2-ге қысқарады. Немесе екеуі де ортақ бөлгіші 4. Ортақ бөлгіш дегеніміз екеуіне де бөлінетін сан. 8-ге де 4-ке де 4 бөлінеді ғой. 4-ті 4-ке бөлсек 1, тұсына жазамыз. Алымындағы санның мәнін алымына, бөліміндегі санды бөліміне. 8-ді 4-ке бөлсек 2. Бөлу 4 қайдан шықты? Бұл бізде бөлшекті қысқарту деген тақырыпта өтілген болатын. Мысалы үшін 16-дан 8 болса, 16-дан 8 болса, екеуі де 8-ге қысқарылады. Яғни 16-да 8-ге бөлінеді, ал 8-де 8-ге бөлінеді деген сөз. 8-ге қысқартып жатырмыз. Демек 16-ны 8-ге бөлсек 2, 8-8-ге бөлсек 1. Міне, осы тақырыпта өтілген кезде сіздерге айтылған болатын. Келесі, бөлімдері бірдей, яғни 14 сақталады. 3-ке 11-ді қоссақ 14. Егер алымы мен бөлімі бірдей болып қалса, онда оның жауабы автоматты түрде 1 болады. Себебі біз алымындағы, яғни үстіндегі санды бөліміне бөлеміз. Сонда жауап 1 шығады. Келесі, бөлімі сақталады. 19, 15-тен 6-ны азайтсақ 9 автоматты түрде. Ал мұнда 21-ден қанша болады? 11-ге 4-ті қоссақ 15. 3-ке қысқартуға болады. 15-ті 3-ке бөлсек 5, 21-ді 3-ке бөлсек 7. Номер 422. Кеттік. 5 сақталады. 5. Егер алым мен бөлімі бірдей болып қалса, жауабы автоматты түрде 1 болады. Келесі 9. 5-ке 1-ді қоссақ 6. Екеуі де біз көріп тұрмыз, нешеге қысқарады? 3-ке. 9-ды 3-ке бөлсек 3, 6-ны 3-ке бөлсек 2. Келесі 29 сақталады. 13-тен 2-ні азайтсақ 11. Келесі 55 сақталады. 32-ке 23-ті қоссақ қанша? 55. Яғни автоматты түрде жауабы 1 болады. Келесі 7. 3-тен 2-ні азайтсақ 1. Қысқаратын ештеңе жоқ, бөлімі сақталады, өткен бөлімдері бірдей. 6-тан 2-ні азайтсақ 4. Келесі 51. 11-ге 13-ті қоссақ 24. Келесі 33 сақталады. 6-ға 5-ті қоссақ 11. Нешеге қысқарады балалар? Мұнда 11-ге қысқартуға болады. Яғни екеуі де 11-ге бөлінеді. 33-ті 11-ге бөлсек 3, 11-ті 11-ге бөлсек 1. Келесі 20 сақталады. 7-тен 3-ті азайтсақ 4. 20 мен 4 нешеге бөлінеді? Екеуі де 4-ге бөлінеді. 4-ті 4-ке бөлсек 1, 20-ны 4-ке бөлсек 5. Так, 20 сақталады. 3-ке 7-ні қоссақ 10. Екеуі де нешеге қысқарады? 10-ға, 20-ны 10-ға бөлсек 2, 10-ды 10-ға бөлсек 1.
Содан соң 72 сақталады, е? Бөлімі бірдей. 17-тен 13-ті алсақ 4. Жұп санын 2-ге қысқартуға болады. Қысқартпасаңыз қате жауап болып есептелінбейді. 48, 13-тен 11-ті азайтсақ 2. 48 2-ге бөлсек 24, мұнда 1 болады.